Ассаламу алейкум ағайын. Бүгінгі тақырып қазақтың болмысы. Қазақ халқы болмысының өте жүрегі таза, қонақжай, әдептілік пен сыпайылық үлгісін көрсете білген жаны нәзік, терең ойлы, сонымен қатар жауынгер, батыл әрі әділетті халық. Бұл қасиеттер салт дәстүріміз бен әдет ғұрыптарымызда көрініс тапқан. Баланың дүниеге келуінен бастап ер жету, үйлену салт дәстүрінде берік ұстана отырып орындаған. Заман ағымының өзгеруіне байланысты қазақ халқының қазіргі уақытта өмір салтымыздан ажырап қалған дәстүрлеріміз жетерлік. Әдеп сақтау, үлкенге құрмет көрсету сияқты әдет ғұрыптарымыздың әлсіреп бара жатқаны салт дәстүрімізге деген немқұрайлы қарауымыздың зардабы. Қоғамның құлдырап, ізгілік пен адамгершіліктің қадір қасиеті төмендеп бара жатқандығы тұрмыс салтымыз бен әдет ғұрпымызды жатсынып бара жатқандарымыздың кесірі емес пе деген сұрақ туындайды. Кез келген ұлт өкілдері әлем сахнасында шынайы ұлттық келбетті сақтап, түр сипатын ғана емес, рухани қуаты мен ұлттық болмысын заман ағысына қарамастан лайықты деңгейде сақтағысы келсе, салт дәстүр секілді ұлттық берік қорғанышы болған ұлы байлықты бойынан, өмір салтынан алыстатып алмауы тиіс. Кезінде Ресей империясы қазақ халқының өмірін зерттеу үшін миссионерлерін астыртын тапсырмасымен жіберіп отырған. Қазақ халқының қаймағы бұзылмаған, саф, таза алтындай, таза тілімен, өнермен, ән күйімен, салт дәстүрмен, тұрмыс тіршілігімен, таным түсінігімен, дүние таныммен таныса бастаған миссионерлер өз таңданыстарын жасыра алмаған. Соның бірі Радлов, мен әлемдік тілдердің арасында ұлы тілдер қатарына француз, орыс, қазақ тілдерін жатқызамын деп жазған болатын. Бұл ғылыми дәлелдеген пікір. Кең жазиралы атырапқа созылған Алтай мен Атырауға дейін алып жатқан жер белгілі бір құдіреттің күшімен қазақтың пейілінің кеңдігіне, тілінің байлығының шексіздігіне сай берген сыйы.